Бермуд үшбұрышы. Бұл атауды естігенде-ақ, жоғалған кемелер, із-түссіз жоғалған ұшақтар және теңіздегі түсініксіз оқиғалар көз алдымызға елестейді. Ғасырлар бойы Атлант мұхитының солтүстігіндегі бұл аймақ құпия мен жұмбақ сырларға оранған. Теңізшілер мен ұшқыштар оның шекарасында болған түсініксіз оқиғалар туралы әңгімелер айтып келген. Құралдар істен шығады, компастар айналып кетеді, ал кемелер із-түссіз жоғалып кетеді. Бұл жай ғана қауіпті мұхит аймағы ма, әлде түсініксіз бір нәрсе бар ма? Бермуд үшбұрышы бізді таң қалдырып, қорқыныш сезімін ұялатады. Бұл белгісіздіктің күшінің дәлелі. Магниттік ауытқулардан бастап, су астындағы метан атқылауына дейін көптеген теориялар бар болғанымен, шындық әлі күнге дейін белгісіз. Оның құпиялары сансыз кітаптарға, фильмдер мен деректі фильмдерге арқау болып, Бермуд үшбұрышы туралы аңыздың өмір сүруін қамтамасыз етеді. Бермуд үшбұрышы ресми түрде танылған географиялық объект емес. Ол ресми карталарда көрсетілмеген және оның шекаралары нақты анықталмаған. Дегенмен, жалпы алғанда, ол Атлант мұхитының солтүстігіндегі үшбұрышты аймақ деп есептеледі. Бұл атақты үшбұрыштың үш нүктесі әдетте Майами, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико және Бермуд аралдары деп аталады. Бұл аймақ шамамен 500 мың шаршы мильді алып жатқан кең мұхит аймағын қамтиды. Бермуд үшбұрышын соншалықты қызықты ететін нәрсе оның орналасқан жері. Бұл аймақта кемелер мен ұшақтар көп жүреді, сондықтан кез келген ерекше оқиға байқалып хабарлануы мүмкін.